Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен өте жылдам орындалатын қарапайым пирог істеу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ұн, какао, сүт, шекер, ванилин, ас содасы, тұз, жұмыртқа, май керек. Құрғақ заттарды бірінші араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне какао саламыз. Жақсылап араластырып алып, ванилинді, ас содасын, тұзымызды салып араластырып алатын боламыз. Шекерімізді араластырып аламыз бір қалыпты етіп. Үстіне майымызды, сүтімізді, араластырып, жұмыртқамызды қосып бәрін араластырамыз. Қолмен осылай араластыра салсақ болады, миксердің де керек жоқ болған. Бір массаға келгенше, осылай бір қалыпты массаға келгенше қаймақты әрісі жақсылап араластыратын боламыз. Сосын табамызға саламыз. Бір қалыпты етіп массамызды салып, духовкаға 180 градуста 40 минутта дайын болады. Біз оған дейін кремін дайындай береміз. Қара шоколадқа сүт араластырып, монша буында ертіп алатын боламыз. Біз бір қалыпты массаға келгенше ертіп аламыз. Шпажкаменен тексереміз, піскен-піспегені. Міне біздің пирог дайын болды. Кремімізді жылыдай үстіне құятын боламыз. Тегістеп шаямыз оны. Өте жылдам, осылай оңай ғана орындалады. Енді бұның үстіне миндаль жапырақшаларымен семдейтін боламыз. Бір аяқ астынан қонақ келген кезде жылдам орындала салады. Өте ыңғайлы, дәмді, керемет. Бұны енді кішкене бөлшектеп дастарханға қоя беруімізге болады, ұсынуға. Мен осылай бөлшектедім. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.